Артериялық гипертензия дегеніміз қан қысымының 140 және 90 мм сынап бағанасының жоғарылауын айтамыз. Жіктелуіне келетін болсақ, оптималды қан қысымы 120 мен 80 мм сынап бағанасы, қалыпты қан қысымы 130 бен 85, жоғары қалыпты қан қысым немесе предгипертония 130 бен 139, 85 бен 89 мм сынап бағанасы. Дәрежелеріне келсек, бірінші дәрежесі 159 бен 99, екінші дәрежесі 179 бен 109 мм сынап бағанасы, үшінші дәрежесі 180-де 110 мм сынап бағанасында. Оқшауланған систолық гипертензия дегеніміз 140 бен 90 мм сынап бағанасына дейінгі аралықты айтамыз. Жоғарғы қан қысым біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Жоғарғы қан қысымның 90-95%-ын біріншілік, яғни эссенциалдық гипертензия құрайды. Ол айрықша өмір салтымен және генетикалық факторлармен сипатталады. Ауру қаупін жоғарылататын факторларға тағамда тұзды шамадан тыс пайдалану, стресс, отырықшы өмір салты, дұрыс тамақтанбау, артық салмақ, алкогольді теріс пайдалану, темекі шегу жатады. Қалған жағдайларда екіншілік симптоматикалық артериалдық гипертензияны диагностикалайды. Бүйрек 3-4%, эндокринді 0,1-0,3%, гемодинамикалық, неврологиялық, стресстік, ятарогендік, кейбір заттарды қабылдаудан кейін пайда болатын және жүктілік кезіндегі артериялық қысым. Бұл кездерде артериялық қан қысымының көтерілуі негізгі ауру симптомдарының бірі болып табылады. Қан қысымы екі өлшем бойынша сипатталады: систолық және диастолық қысым, яғни максималды және минималды қысым. Ересектердің көбінде тыныштық жағдайында қалыпты қан қысымы систолық 100 бен 130 мм сынап бағанасы, диастолық 60 бен 80 мм сынап бағанасы арасында болады. Ересек адамдар тыныштық жағдайда қан қысымы 140-90 мм-ге дейін және одан жоғары болса, артериялық гипертензия болып саналады. Жоғары қан қысым кезінде көп жағдайда симптомдар байқалмайды. Науқас адам күнделікті өмірінде белсенді болып жүре береді. Уақыт өте келе науқас адам кенеттен бас ауруын, бас пен құлақтың шуылы, бастың айналуы, құсуы, жүрген кезде теңселуі, мазалауы мүмкін. Артериялық гипертензияның жиі асқынуларына ми қан айналымының жедел бұзылуы, миокард инфарктісі, жүректің ишемиялық ауруы, көздің тор қабығындағы қан кетулер, тамырлы аневризмалар, бүйрек тамырларының стенозы, нефросклероз, бүйрек жеткіліксіздігі және тағы басқа жатады. Дүние жүзінде 1,5 миллиардтан астам адам артериялық гипертензиядан зардап шегеді деп саналады. Халықтың 60% өмірінде кем дегенде бір рет қан қысымының жоғарылауын анықтайды. Пациенттердің шамамен 40% қан қысымының көрсеткіштерін білмейді. Ал Қазақстанда 3 миллион адам жүрек қан тамыр ауруларымен зардап шегеді екен. Жыл сайын Қазақстанда 37 мың адам бұл аурудан қайтыс болады. Гипертония бұл жүрек қан тамыр жүйесінің патологиялары арасында жиі кездесетін ауру және мүгедектік және өлім құрылымда бірінші орын алады. Артериялық гипертония кез келген созылмалы прогрессивті ауру сияқты емдеуден гөрі алдын алу оңай. Сондықтан гипертонияның алдын алу, әсіресе ауыр тұқым қуалайтын адамдар үшін бірінші кезектегі міндет болып табылады. Алдын алу шаралары: адам артериялық қысымды хал жағдайы нашарлағанда ғана емес, сондай-ақ шағымдар болмаған жағдайда да тұрақты өлшеу қажет. Бұл артериялық гипертензияны уақытылы анықтаудың дәлелді тәсілі болып табылады. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2020 жылы 30 қазандағы номері 174 бұйрығына сәйкес скринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қарап тексерулерді өткізудің қағидаларын, көлемі мен кезеңділігін бекіту туралы бұйрығына сәйкес әрбір Қазақстан азаматы 30-дан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын, қант диабетін, глаукоманы және мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтау мақсатында скринингтік зерттеуден өте алады. Бұл аталған скринингтік зерттеу артериялық гипертонияның дер кезінде алдын алуын, анықталуын және бақылауға алуын қамтамасыз етеді. Сол себепті әрбір азамат тұрғылықты мекен-жайы бойынша емханада тексерістен өтуі тиіс. Егер артериялық гипертензия диагнозы анықталса, диспансерлік есепке тұру қажет. Алдын алудың басты мақсаты артериялық гипертензияның қауіп факторларының әсерін жою. Алдын алу шараларына мыналар жатады: артық салмақтан арылу. Артық салмақтың 4-5 кг төмендеуі қан қысымының 5 мм сынап бағанасына төмендеуіне алып келетіндігін білу маңызды. Тәулігіне 5-6 граммнан артық тұз тұтынбау, көбірек қимылдау, жүйелі орташа және бәсең жүктемелер қан қысымының деңгейін тұрақты төмендетеді. Стресс жағдайларынан арылу. Стресс жағдайларында қан ағымында кортизол және адреналин гормондары
көптеп бөлінген артериялық қысымды жоғарылатады. Зиянды әдеттерден бас тарту, шылым шегу, алкоголь ішімдіктері, наркотикалық заттар, жүйкені қоздыратын энергетикалық заттар. Аталған жағдайлар жүректің және бас миының артерияларының бітелуіне, одан әрі миокард инфарктісіне және инсультқа алып келеді. Артериялық қысым тыныштық қалпында, ұйқы кезінде төмендейді. Таңертеңгілік, қобалжу, дене жүктемелері және басқа жүктемелер кезінде, сондай-ақ шылым тарту және алкогольді ішімдіктерді қабылдағанда артады. Артериялық гипертензияның алдын алу әр адамның өз қолында. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.